Қазақстан, Ресей және Беларусь басшылары жаңа дәуірдің ең маңызды құжаттарының бірі Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа қол қойылған болатын. Елбасының көрегендік саясатын қолдау мақсатында Кентау қаласының тарих пәнінің мұғалімі Тұрар Омаров 3 мемлекеттің астаналарына саяхат жасап, көрме ұйымдастырды. Тұрар Омаров Астана, Мәскеу, Минск қалаларына барып, арнайы саяхаттап қайтыпты. Сол елдердің тарихи жерлеріне сапар жасаған ұстаз суреттерге түсіріп, кереметтей туындылар жасады. Жиынға қала басшысы бастаған жергілікті зиялы қауым өкілдері қатысты. Егер Евразиялық экономикалық одақ жұмыс істесе, үш елге де өте тиімді, әсіресе кәсіпорындар ашылады, тауарлардың бағасы арзандайды, және біздің Кентау қаласы облысымыздағы жалғыз моноқала. Біздің қаламыз негізі кенді қала, өнеркәсіпке бейімделген қала. Ал енді шекаралар ашылғаннан кейін біздің Кентауда өндірілген өнімдер, тауарлар экспорты ұлғаяды. Аталмыш көрме Кентау қаласында алғаш рет өткізілуде. Мұндағы мақсат қала тұрғындары мен өскелең жастарға Еуразиялық экономикалық одақты насихаттау. Осындай игі іске өзінің еңбек ақысын пайдаланған Тұрар Мәдениетұлына қала басшылығы ризашылығын білдірді. Өздеріңізге мәлім, осыдан 20 жыл бұрын 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің ғимаратында, соның қабырғасында біздің елбасымыз осы идеяны ұсынған. Сол елбасының ойын идеясының өміршеңдігін, соның шынайы екендігін дәлелдеп берді. Үш елдің одақтасу арқасында мемлекеттердегі тауарларды, қызмет түрлерін, капитал және жұмыс күшін еркін тасымалдауға жағдайлар жасалмақ. Одақтас мемлекеттер экономиканың негізгі салаларында келісілген саясатты жүзеге асыруды қолға алады. Сондай-ақ үш елдің шекарасынан өту кедергісіз болмақ. Жақсы зиялы қауым қарияларымыздың берген батасы бар, ата-анасының берген тәрбиесі бар, ұлтының елін сүйіп, жаңашыл болып, екі ауыз жаңа сұхбаттасқанда білді, соншалықты елдің жердің ұлын сүйіп тұрғандығын. Жиынға келген аға буындар тарихшы Тұрардың өзі жас бола тұра ауқымды істі қолға алып еткен еңбегіне тәнті болды. 2015 жылы іске асатын бұл құнды құжат мемлекетімізге оң бағасын береді деп сенеміз. Фариза Құранбек, Жанна Алимбаева, Давран Набиев, Нұржан Ақжолов, Оңтүстік ақпарат.